Дубайский шоколад в трендте болды. Үй жұрттың бәрі соны қайталап, аттан қалма байталым, байталдан қалма сайқалым болды. Біздің қазақтар мақтанкершіліктің бірінші орын алатын жар біздің бүкіл мемлекеттен. Прям копия қылып қайталаған жақсы көреді ғой бізде. И прям сол аналар жеп қойды шоколад, кішкентай бала сияқты ғой. Аналар шоколад жеді, біз неге жемедік деген сияқты. Бәрі, абсолютно бәрі, даже әншілеріне дейін ана дубайский шоколад бір $100-ға, $50-ға сатып алып, ақырында соңында трендтен шығып жатыр, 5,5 мың теңге, даже недавно 3,5 мың теңгеге дейін түсіп кетті бағасы. Енді корейский виноград деген шығыпты. То же самое біздің қазақтар қайталап жатыр соны, түк көрмеген сияқты. И корейский виноградтың бағасын 10 мың теңгеге көтеріп жүрді. Тура анау коронавирус кезде таксилер бағаны ұшырып көтеріп жүрді ғой. Тура сол сияқты. Біздікілер анау әйтеуір біреулер сауда істеп қалу, ақша істеп қалу, а біреулер сол жұрттан қалып кетпеу керек. Мақтанкершілік. Олар жеп көрді, біз неге жеп көрмейміз деген сияқты. Еще на экранға жеген жақсы көреді. Білмеймін енді. Бұндай мақтанкершілікпен, бұндай біреу не істесе соны істейтін әдетпен біз байлар еліне, байлар страналар бар ғой, бай елдер, солардың қатарына біз жақында қосыламаймыз ау.